именно Асылжан ол көреді ғой явно. Мен саған арнаймын стористі, себебі сен бастаған бірінші өзіңнің там аккаунтында айтып, мен туралы мен бастаған жоқпын, мен сен тимесе мен тиме, бақытты болсын деп жүрген болатын. Бірақ дегенмен де сен шыққаннан кейін мен саған бұл ответкам ретінде айтып жатырмын. Мен негізі алиментке де беретін ойым жоқ, енді осыдан кейін точно сотқа барамын. Намысым бар болса керек емес еді да, ол қатын ұқсап десем де мен ата енемен, мысалы бұрын ата енемен отношением жақсы, ол кісілермен сөйлесуіміз басқасы деген сияқты. Но именно бывший күйеуім почему-то либо мені айтпаса тұра алмай ма, білмеймін, ол жағын түсінбеймін. В общем, сөздің қысқасы, егер де менің оқырмандарым арасында адвокат болса, давайте осы мәселені бір сөйлесіп көрейікші. Енді ортада жастар отыр, тағы да бір-бірін түсінбей жатыр. Сіз не дейсіз енді? Өмірлік тәжірибеңіз бар. Бұндай ситуациялардан өттіңіз. Данадан дана туылады дейді ғой. Жанеркенің мамасының соншалықты дана екенін көзім жетіп отыр. Өйткені бізге қыз балаға ақыл беретін негізі біздің анамыз ғой. Дұрыс бақыттайтын, дұрыс шешім қабылдайды, көмектесіп. Біз қыз баласы әкемізге емес, ең бірінші мені қайта айта беріп, 5 жыл бойы баланы саған айтпай-ақ та, саған бір жалынбай-ақ та өзім бағып келе жатырмын. Құдайға шүкір, күш берсін Құдай ең бірінші. И бір саған балаларды запрет қоймадым да мен көруге, келіп көрсем көр деп айтатын сен звондаған кезінде. Ал сен жақтан бір болмапты, давай мен балаларды барып көрейін, мына жағына көмектесейін, киімін алып беріп жіберейін, болмаса басқа нәрсесі деген сияқты. Сол үшін давай сотта көрсеміз деген ойдамын. Все, пока. шешемізге жүгіреміз, өйткені ол кісілердің өмірде көрген тәжірибелері көп бізге бар. Сондықтан Жанеркеге молодец деп айтқым келеді, өйткені анасының сөзін жерге қалдырмай, ақылдыдан ақылды туады деп. Мен кеше де айтып кеттім ғой, ол жаман болсын деп айтпайды, жаны ашыған адам өзінің жаны ашыр адамына ғана сөйтіп күйіп піседі. Иә, мүмкін кішкене қатты түрде айтқан шығар. Оған себеп ойлаймын, Жанерке әлгі Әділжан келмей тұрып өзін өзі алып жүрген қыз ғой. Еркек мінезді болсын. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, қалайсыздар? Тимоға көптен бері сториста жоқ, оның себептері де өте көп. Уақыт жоқ, короче, дәл қазір ешкімге ше. Шымкенттің погодасы мынандай жаз келген сияқты, уже триколарды андай шортиға ауыстыратын кез келіп жатқан сияқты, қатты ыстық. Прям ужас. Ал достар, мен шықтым массаждан, қазір салам, кімнен, қандай, не алып жатыр, не жасап жатырмын, до и послесін Альбина салса, сториске алып кетемін ғой. Сол қазір үйге кіріп, тренировка заттарымды жинап, тренировкаға барамын. Вот. Сол, бүгін Алматы ауа райы күшті. Күн ысып келе жатыр. Ысық бола берсін, жандай жеңіл жүрген күшті, терлеп ше.